Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы қарын бүрмені бірге дайындайтын боламыз. Бұл қарын бүрмені қазір ешкім жиі дайындамайтын болғандықтан қазақтың ұмыт бола бастаған тағамдарына жатқызамыз. Алдымен жылқының қарынын тазалап аламыз. Осылай үш жағында көп бездері болады, маймен бірге соны қайшымен қиып алып тастаймыз. Қарынды бездерінен тазартып алғаннан кейін үстіне кішкентай кесемен бір кесе тұз және суық су құйып, бетін жауып бір түнге қалдырып қоямыз. Тұзды суда бір түн тұрған қарынды алып, суын ауыстырамыз да, ертесінде бір лимонның шырынын қосып, тағы да бір жарты сағатқа қойып аламыз. Бұл қарынның ішкі жағындағы слиз бар ғой, соны кетіруге пайдасы бар. Осылайша қарынымызды әбден тазалап алғаннан кейін ішіндегі салмасын дайындаймыз. 1 килограмм картопымызды ірі етіп турап аламыз. Кейбіреулер ішіне болгар бұрышын қосып жатады, мен қоспадым, өйткені бұрыш тамақтың дәмін өзгертіп жібереді. Сәбізімізді ірілеу етіп турап аламыз. Үлкен бір бас пиязымызды да турап аламыз. Қалауларыңызша 2 пияз қоссаңыздар да болады. Етімізді де ірі етіп тураймыз. Майлы ет болғаны жақсы, қойдың етінде араластырсаңыздар болады. Тұздап аламыз. Тұз бұрышты өз қалауларыңыз бойынша дәміне қарай саласыздар. Мен тұзды көбірек салдым, өйткені тұздың шығыңқы болғанын ұнатамын. Қарынымыздың бас жағын осылай тігіп алдым. Енді ішіне бірінші қазымызды, одан кейін тұздап бұрыштап алған, жаңағы дайындап алған салмамызды ішіне салып шығамыз. Барлығын салып алғаннан кейін қарынның аузын жіппен тігіп тастаймыз. Өйткені сөлі ешқайда ақпай, өз сөлі өзінде дәмді болып піседі. Қарынымыздың ішіне бәрін бір келкетіп жаймалап саламыз да, противенге қойып бетіне пергамент міндетті түрде, оның сыртынан фольга ораймыз. Егер пергамент салмайтын болсаңыздар, көп уақыт пісетіндіктен фольгадан өтіп қызарып кетуі мүмкін. Сол үшін міндетті түрде пергамент салыңыздар. Фольгамен жақсылап орап, 200 градуста қызып тұрған духовкамызда 3,5 сағат пісіріп аламыз. Духовкадан шығарар алдында 5 минут бұрын фольганы алып, кішкене бетін қызартып алсаңыздар болады. Міне біздің қарын бүрмеміз пісіп дайын болды. Осылай көкөністерден оформление жасадым. Қазір енді ортасын кесіп көрсететін болам. Өте жұмсақ, барлығы піскен, өз сөлінде дәмі де, иісі де керемет болып піседі. Осылай келген қонақтың алдына оформлениесімен әдемілеп ұсынатын болсаңыз, дәмі де керемет. Енді сіздің тамағыңызды талайға дейін ұмытпай жүретіні сөзсіз. Мына жерде қазыны көрсетіп жатырмын. Өте жұмсақ піскен. Міндетті түрде жасаңыздар, қонаққа болмаса өз отбасыларыңызды жасап, осындай дәмді тағаммен қуантсаңыздар болады. Ертеде аналарымыз бұл тағамды қойдың болмаса жылқының осылай қарнына қазы, ет барлығын салып, шоққа көміп пісірген екен. Біз енді заманға сай көкөністермен қосып духовкада дайындап жатырмыз. Ұлттық тағамдарымызды ұмыттырмай, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу өз қолымызда. Сондықтан осы ұлттық тағамымызды жиірек жасап жүріңіздер. Тағамым ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.